Бүгін сіздермен шоколадты печенье дайындаймын. Дайындалу жолы өте тез. Алдымен жұмыртқа мен секерді венчикпен араластырып аламыз. Одан соң ерітілген сары май және құрғақ ингредиенттерді қосып араластырамыз. Дайын болған қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа саламыз. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, видеода көрсетілгендей қылып созып аламыз. Және де бірнеше бөліктерге бөлеміз. Және де дәл осы видеодағыдай қылып барлық бөлікке бөлінген қамырларды дөңгелетіп шығамыз. Дөңгеленген қамырлардың әр қайсысын сахарная пудраға аунатып аламыз. Одан соң дайын болған печеньелерімізді 180 градуста 15 минут пісіреміз. Міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Печеньелеріміз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Видео ұнаған болса, лайк басып қолдап қойыңыздар.